Көпшілігіміз кәсіп немесе мамандық дегенде бірден мұғалім, дәрігер немесе полиция қызметкерлерін елестетеміз. Бұл қоғамға қажетті, құрметті салалар. Бірақ бүгін мен сіздерге өзіме жақын, жүрегіме ыстық тағы бір үлкен кәсіп мал шаруашылығы туралы айтқым келеді. Өзім ауылда өскендіктен малдың бабын да, оның берекесін де жақсы білемін. Мал шаруашылығы бұл жай ғана күнкөріс емес, бұл тірі капитал. Адамзатқа киім мен тамақ әрқашан керек. Сондықтан бұл сала ешқашан тоқырамайтын, сұранысы жоғары мәңгілік бизнес. Бұл ата-бабамыздан қалған асыл мұра. Қазіргі таңда бұл саланы жаңа технология мен цифрлық жүйемен ұштастырсақ, ол зор табыс әкелетін заманауи индустрияға айналады. Неге мал шаруашылығы кәсібін таңдадыңыз? Мал шаруашылығы бұл жай ғана ауыл тірлігі емес, бұл қазіргі таңда тұрақты капитал. Қазіргі кезде бұл кәсіптің тиімділігі өте көп. Біріншісі тоқтаусыз сұраныс, екіншісі таза өнім. Менің мақсатым ата кәсіпті жаңа деңгейге жеткізіп, сапалы өнім ұсыну. Мен үшін мал шаруашылығы тек жұмыс емес, бұл жерге деген сүйіспеншілік пен елдің азық-түлік қауіпсіздігіне қосылатын нақты үлес.